Бүгінгі видеода презентациядан суреттегі қажет емес фонды жылдам әрі сапалы түрде алып тастауды көрсететін боламын. Болашақта да керемет дүниелерді бөлсеміз, каналды жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп, ұнаса лайк баса кетіңіз және өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Кейбіріңізде мынадай сұрақ туындауы мүмкін: фонды суреттің осы жерден де алып тастауға болады ғой деген. Ол бірақта өте сапасы шығады. Мына жерде ол үшін біз суреттің үстін басамыз, сол кезде формат деген шығады. Форматтан кейін удалить фон деген бар. Удалить фонды басамыз. Мінекей, ол осы жерлерін ғана алып қалады. Қызыл емес, қара емес жерлерін ғана алып қалады. Оны әрине осындай қарындаштың белгісін алып, бұлай сызып шығуға да болады, бірақ ол өте тиімсіз және толығымен алынбайды. Одан кейін егер сохранить изменения дегенді бассаңыз, не осындай ғана сурет шығады. Бұл өте сапасыз және де көрер көзге ыңғайсыз. Енді ары қарай біз толығымен сапалы түрде қалай жасайтынды көрсететін боламын. Енді Google-дың жолағына remove bg деп жазатын боламыз. Бірінші таңдаймыз біріншіні. Бұл мінекей ағылшын тілінде ашылды. Оны біз өзімізге қажетті орыс тіліне немесе қазақ тіліне аударып алу үшін біз мышканың оң жағын басамыз. Және де мінекей перевести на русский деп тұр, басамыз. Орыс тіліне аударылды, одан кейін загрузить изображение дейміз. Осы жерден өзіңізге қажетті сурет қайда тұр екенін білсеңіз, жүктеп аласыз. Міне біз рабочий столға келдік. Мінекей Сәкеннің жаңағы суретін жүктеп аламыз. Мына жерден фонды добавить етсек те болады. Загрузить етіліп жатыр. И біз скачать дейміз. Бізде жүктелді. Ол загрузки бөліміне барып түседі. Мінекей загрузки бөліміне түскен. Осы жерден копировать етіп аламыз да жаңағы өзіміздің сайтымызға апарып қоюға болады. Мінекей енді екеуінің айырмашылығын көріп тұрсыздар. Осындай сапалы дүниелерді жылдам жасауға болады. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз және қажет десеңіз астына комментарий қалдыруыңызға да болады. Назарларыңызға рахмет.